Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта сендерге сәттілік тілеймін. Ең алдымен балалар, мына бейнероликке назар аударайық. Су жердегі тіршілік көзі. Таза күйінде оның дәмі мен иісі түсі болмайды. Су аққыш, оның тұрақты пішіні жоқ. Су өзіне қосылған заттың иісін, дәмі мен түсін қабылдайды. Оның дәмі мен иісі жағымсыз болса, денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Кейбір өзен, көл суларының түбінде жатқан тастарды, жүзіп жүрген балықтарды анық көруге болады. Бұл судың мөлдір екенін білдіреді. Мөлдірлік су тазалығының маңызды көрсеткіші. Жаңбыр не шық тамшылары жапырақтың бетімен төмен сырғиды. Тау өзені сарқырап, сарқырама гүрілдеп, жылғалар сылдырлап ағады. Осының барлығы судың аққыш екенін көрсетеді. Құдық пен бұлақ су өте пайдалы, бірақ ол тез ластануы мүмкін. Сондықтан оның сапасын үнемі тексеру керек. Қазақ халқында дария басы бұлақ деген мақал бар. Сонымен біз табиғи су көздерін өзен, теңіз, құдық, бұлақ, көлден аламыз. Сонымен қатар су үш күйге өзгере алады: сұйық, қатты және газ тәрізді. Судың күйлері бұршақ, қар, мұз, шық, тұман, бу, мұздық. Қыс түскенде жер бетін қар жауып, өзен көлдің беткі қабатына мұз қатады. Мұз судан жеңіл болғандықтан, оның бетіне жүзіп жүреді. Осы бейнероликте не туралы айтылған? Дұрыс, балалар, су туралы. Сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Бүгінгі сабақта балалар мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар қандай, қай, қашан, қайда құрастыру және оған жауап беруді үйренесіңдер. Ал енді балалар жаңа сөздермен танысайық. Сөздік жұмыс. Мұқият тыңдаймыз, қайталаймыз. Көмектесші, помоги, шөлдеді, испытал жажду, суару, поливать, пайда, польза, ауыз су, питьевая вода, пайдалы, полезная. Енді өздерін оқып шығындар. Тамаша балалар, керемет, жақсы оқыдыңдар. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Оқулықты ашамыз. 67-ші бет, екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқимыз. Ең алдымен балалар, мені тыңдаймыз. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға. Су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің. Маған көмектесші, деді. Су, жарайды, деді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарды. Адам суға, рахмет су, деді. Ал енді балалар, осы мәтінде қандай жаңа сөздер кездесті? Дұрыс, балалар, дұрыс айтасыңдар. Бізде көмектесші, шөлдеді, суару деген сөздер кездесті, я? Тамаша. Қызықты суреттерге қарайық. Сұраққа жауап берейік. Адам не өсірді? Дұрыс балалар, адам жеміс-жидек, көкөніс, бақша өсірді. Ал енді осы суреттерді пайдалана отырып, өздерін сұрақ құрастырыңдар. Сұрақтар қайда, қашан деген болсын. Дұрыс балалар, қайда өседі, қашан жеміс-жидек піседі деген сұрақтар құрастырыңдар. Керемет. Балалар, келесі тапсырманы дәптерге орындаймыз, сөйлем құрастырамыз. Жалғасын тап әдісі арқылы мақал мәтелдерді
толықтырайық. Қажетті сөздер берілген. Бүгінгі сабақта балалар жақсы жұмыс істедіңдер, жарайсыңдар. Сабақты қалай түсінгендеріңді алмалар арқылы бағалап көріңдер. Қызыл алма ештеңе түсінбедім. Сары алма жартылай түсіндім. Жасыл алма өте жақсы түсіндім.